Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Алтын. Бүгін сіздермен етпен сорпа дайындайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық май құйып, етті салып қуырып аламыз. Ет қоңыр болып қуырылғаннан кейін үстіне пияз салып, пияз жұмсарғанша қуырып алып, сәбіз, қызанақ қосып, жақсылап араластырып тағы да қуырып аламыз. Болгар бұрышын салып, дәміне қарай тұз салып қуыратын боламыз. Қажетті мөлшерде су құйып, бетін жауып, 1 сағат көлемінде қойып, етіміз жұмсарғанша пісіріп аламыз. Орташа отта қайнату керек. Қайнап тұрған сорпамызға картопты салып, бетін жауып, араластырып, бір қайнатып аламыз. Менде вермишель тез пісетіндіктен бірінші картопты салдым. Енді вермишельді салып, бір қайнатып алып, астын басып қоямыз. Міне достар, сорпамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Достар, сіздерден лайк, пікір күтетін боламын. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.